Құдіретті Аллах тағала елшісі, ерекше жаратылысы, сүйікті пайғамбар, адамзаттың асыл тәжі, жер бетіне мейірім шапағат боп түскен Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам арналған жүрек жарды хат. Ассалаумағалейкум игі пайғамбар, ізгі адам ата ұрпағы, үмбетім деп өткен шапағат нұры. Қиялымда жиі сенің заманында жүріп, сенің қасыңда отырған сәттерімді көремін. Сенің жан дүниеңнің пәк болуын, сөздеріңнің шындық пен мейірімге толық болуын ойласам, жүрегім толқиды. Сенің қарапайымдылығың, кедей-кепшіктің жанында болуың, жетім-жесірге көрсеткен аяушылығың бізге үлгі. Әрбір хадисің жүрекке дұғалаған шамшырақ сияқты, адамды тура жолға апарар қымбат бағдар, деп жауап беріпті жасанды интеллект. Хатты қалай бастасам деген сұрағыма. Сонда сол жасанды интеллект құрлы махаббаттың болмағаныма менде деген ой сап ете қалды. Бәлкім, эмоцияны көрсете алмайтындығымның белгісі болар деп бастым өзімді. Адамзатқа абсолютті рахым боп түскен өзіңіз, мен сияқты біреудің ішкі әлемін қазірде сезіп жатқан боларсыз. Мен сізді осы жасыма дейін танымадым. Тіпті 2 жыл бұрын аяқ асты ойламаған жерден барған ұлы сапарым умрада да өзіңіз жайлы хабарым жоқтың қасы еді. Қағбаны көрем деген қуаныш болғаны рас. Бірақ сізше, сізге барғанда қуандым ба? Атыңызды кітаптан оқығаным болмаса, айналамдағы жұрт сіз туралы көп айта бермейтін. Өкінішті. Мен бейбақ, тіпті рауда бағына кіргенде ештеңе сезбей шықтым. Айналамдағы басқа ұлт өкілдері жылап жатқанда мен неге жыламадым деген сұрақ келді. Әрине, атыңызды білгенім болмаса, сізді танымасам жас қайдан шықсын. Диктің жол бойы сіз туралы айтқан мәліметін бойыма сіңіріп бардым. Қағбаға жеттік. Парлаған жас осы кезде шықты. Аллаға шүкір. Жүрегімде кішкентай болса да жұмсақтық қалған екен ғой дедім. Дұғаларымды қайталап жүріп, сізді түсімде көрсем екенмін деп қоям. Не үшін? Сізді көрсем не айтамын? Сіз қандай кейіпте келер едіңіз? Деген ой келмепті. Сізге не бетімді айтам деген ой тіпті болмады. Сізді түсімде көру арманы сол уақыттан басталды. Рахым нұры, сізге Меккеде басымнан болған бір оқиғаны баян етейінші. 2 күн, марқұм әжеме бағыштап умра өтемекке ниеттеніп шықтым. Автобусқа мінген бетте ұстазымыз пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам құрметіне арнап умра жасасақ қалай болады деген ұсыныс жасады тобына қарап. Еш ойланбастан іштей келісе кеттім. Өзім үшін өтеген умрамнан сіз үшін өтегенім жеңіл өтті десем де болады. Барлық рәсімді аяқтаған соң топтан қалып қойып, Хижр Исмаила деген жерде намаз оқымаққа кезекте 3 сағаттай тұрып, ақыры кіре алмаған соң отельге қарай бет алдым. Харам мешітінен шыға берісте, аяқ киімімді киіп жатсам, сіз қазақсыз ба деп жаныма бір кісі жетіп келді. Мені көріп қуанып кетті. Сөйтсем, тауаф жасап жүріп, барлық заттарынан айырылып қалған, тобынан адасып қалған, 50-ге тақап қалған қазақ азамат екен. Маған өзінің әйеліммен хабарласуға көмектесуімді өтінді. Қолымда интернеті жоқ телефоным ғана. Ағылшын тілін білетін мен бір араптан интернет желісін таратуын сұрадым. Ақырында 3 күн адасып жүрген ағам жеңгеммен табысты. Құжаттарын да тапты. Енді бір қызығы, ол ағамның аты Мұхаммед, әйелінің аты Зухра екен. Дәл сол кезде ондай кездей соқтыққа мән бермей отельге қайттым. Елге оралған соң, неге сізге арнап жасаған умрадан кейін сізбен аттас кісіні жолықтырдым. Қазақта Мұхаммеджан, Ермұхаммед, Махамбет, Ахмет деген есімдер ол жастағы кісілерде кездескенімен нақты сіздің есіміңізді иеленгендер аз деп ойладым. 3 күн бойы бір қазақ, не орыс, не өзбекті жолықтырмаған ағам неге маған жолығу керек болды деген сұрақтар қойыла берді. Бұл Алланың маған берген мүмкіндігі, иманымды бекітуге, білім жинауға, өзіңізді тануыма берген бағдар деп ұқтым.
Содан бері не өзгерді? Аллаға мадақ, өзіңізге салауат, Құран мен сүннеттің нұрымен тікенекті өмірде жол көрсеткен, рахым мен мейірімнің жаршысы болған ардақты елшіміз, сізді түсімде болса да көру нығметі бұйырар ма екен? Түсімде сізді көрсем, сіз маған не айтар екенсіз деген сұрақтар жиі мазалайды. Сираңызды әртүрлі дәрістерден естіп, кітаптан оқып, Шамаил баяндаған дәрістерді, сіз жайлы подкасттарды шетінен мүжіп жатырмын. Аллаға сансыз мадақ, намазымды түгендеуге тырысудамын. Сіздің үмметіңізден бір адам орамалға келдім. Сізді жерге қаратпауға барымды салудамын. Өйткені сіздің өміріңіздегі иман, төзім мен шыншылдық қазіргі заманда өте қажет. Сіздің ұлағатты әңгімелеріңізді, сындарлы кеңестеріңізді, адамдарға деген мейірімділігіңізді ештеңемен салыстыра алмаймын. Сіздің көзіңізде әрбір жан құнды болатын. Сіз әркімге адалдық пен әділдіктің үлгісін көрсеткен едіңіз. Мен сол қасиеттерді өз өмірімде көргім, соларды бойыма сіңіргім келеді. Әсіресе көркем мінезіңіз мен үшін үлгі өнеге. Сізді түсінде көрген адам өңінде көреді дегенді естіп, сол бір сәт менде болар ма екен деген үмітпен, салауатпен күндерімді өткізудемін. Ол да жеткіліксіз болып тұр. Мен сенем, күндердің бір күнінде Алланың қалауымен сіздің мүбәрак жүзіңізді, жымиғанда тістеріңіздің арасынан шашқан нұрды түсімде болса да көретініме сенемін. Оған әрекет етемін. Расулалла, сізді көп жағдайда елестете алмаймын. Дегенмен, Меккені алғандағы сіздің Әбубәкір әс-Сыддық досыңыз әкесін сізге қарай дінді қабылдауға келе жатқан кезі, сіздің орныңыздан атып тұрып, мен өзім келерем ғой деген сөзіңіз, танытқан кішіпейілдігіңізді сезінемін. Бір қолыма айды, бір қолыма күнді әкеп берсең де бұл діннен бас тартпаймын деп жылап жауап бергеніңізде қасыңызда тұрғандай болам. Өміріңіздің соңғы сәтінде үмметім деп бізді ойлап кеткеніңіз, намаздарыңа берік болыңдар деген сөздеріңіз, ауырып жатсаңыз да сапта намазда тұрған сахабаларыңызға қарап жымиып жатқаныңызды елестетем. Сізбен бірге жымиямын. Сол сәтті бойымнан өткізу үшін қайта сира сабақтарын тыңдаймын. Рахмет сізге. Хаттың басында сағыныш хат деп жазбап едім. Соңына келгенде сағыныш өршігендей. Рахмет сізге. Хабиб Алла, Нәби Аллах.